Мен тозақтан қорықпаймын. Екінші бөлім. Сират көпірінің екі жағындағы үңірейген түпсіз зынданның үстіне үңіліп тұрмыз. Құдды бір алып айдаһар көмейінен бұрқ-бұрқ от шашып өкіріп жатқандай. Зынданның аузынан от шалқып, ыңырсып, сыңсып, шырқыраған мың миллион дауыс дауылды күнгі мұхит бетіндей жан түршіктірек мөренеді. Сан мың мүскінді темір арқанға самсатып, сирағынан асып қойыпты. Төмендегі оттың жалыны төбелерін жетер-жетпес шарпып, бір қалыпты мәңгі маздап тұрады екен. Көзден аққан жас, ауыздан шұбырған сілекей, құлақтан аққан қан, қызыл шоққа пыс-пыс тамшылайды, өкініп күңіренген дауыстан құлақ тынады. Дәл бір КГБ-ның түрмесіне кіріп кеткен дейсің. Сәкен Ілиястарды өлтірген Сталин мен Ежовтың жендеттері адам баласын қинауды тозақтан үйренген бе дерсің, әлде мұндағылар солардан оқып үйренген бе? Қайсы болса да екеуі егіздің сыңарындай. Тозақтың қақ төрінде қаз-қатар тізілген үлкенді-кішілі алтын тақтарды көрдім. Арқалығы тірелген ақ мәрмәр тақтаға тәж иесінің аттары жазылған. Сталин, Гитлер, Мао, Ким Ир Сен, Пол Пот, кейбіреулерінің тұсына аттар жазылмаған. Соған қарағанда фәни дүниеден әлі мұнда келе қоймағандарыдікі болса керек. Кімдерге екенін ішім сезіп күлмін кеттім. Шеттегі бір-бірінен еңселі сән салтанатты өзге алтын тақ көзіме оттай басылды. Тани кеттім. Баяғыда қалың шайтанды Қарынбайдың жылқысындай тырқыратып қуып, әйнек қаладағы ақ сарайға енгенде тәж киген бас шайтанның астынан көргенмін. Қошақаным келе ғой деп күтіп тұр екен ғой сабазды деп айызым бір қанып қалды. Енді міне жер бетін үлкен түрмеге айналдырған пахандардың қазіргі сықпын көргім келді. Сол-ақ екен тозақ өзінің от лаулаған бір қиырын жарқ еткізіп көз алдыма тоза қойды. Өңкей томпиған тоқ денелер сирағынан салбырап ілініпті. Біздің ауылдағылар өстіп балықты көзінен тізіп күнге кептіріп қоюшы еді. Күнбиген семіз жайындардың құйрығынан май тамшап тұратын. Бірақ бұлардың аузы мұрнынан май емес қан ағады. Сталин, Мао, Гитлер бәрі осында. Бірінің аузынан бірінің көзінен қан атқылайды. Әр қайсының астындағы қызылы жоса қан бір-бір көліктеп жатыр. Жаратушы әр күнәһарға өзіне лайықты жазасын береді деген. Періште, деді періште, менің таңырқаған жүзіме қарап. Адам қанын судай шашып, қырғын салған жауыздар еді. Міне сол нақақ төгілген қан аузы орындарынан ағып жатыр. Қашан соңғы тамшысына дейін сарқылып біткенше тоқтамайды. Бұнда күнәсіне қарай сорт-сортқа бөлініп жазаласа керек. Екінші бір қатардағы Каддафи, Саддам бастаған бір топ текті сәруалар жек асылыпты. Бір қызығы бұлардың бет ауыздарындағы тесіктерден қан емес, көз құлағынан балқыған алтын сыздықтай тамшылап, ауыз мұрындарынан сыңғыр-сыңғыр алтын теңгелер саулап жатыр. Төменде үлкенді-кішілі алтын төмбешіктер шөккен нардай боп жарқырайды. Бұлар дүниедегі көзі тоймас қорқаулар, өзгенің несібесін ұрлап тонап байыған қиянатшылдар деді періште әрі қарай түсіндіріп. Енді сол ішіп жегендерін ішінен сорғалап шығып жатыр. Маңыраған текедей тырқ-тырқ күліп жібердім. Біздің кісілер келгенде аузы мұрындарынан аққан алтын мынандай төмпек-төмбешік емес, алатаудай болып үйіліп қалар өлі. Не де болса бәрінен асып түскен мақтан көретін қазақтығыма басым ерлене шалқыладым. Әлбетте, біздің кісілер келгенде көресің таң қалғанның көкесін. Бір көзінен қан, бір көзінен алтын ағар еді. Бірақ бұл алтынның өзі менің қолымда болғанда ғой шіркін. Не істер едің? Біздің елде қайыршы болмас еді. Мұнда келген соң бәрі солай айтады. Әйтпесе қолындағы алтын бөліп берген кімді көрдің? Өзгеге берген дегенім өзіңде жоқ қып бермеске бәрін үйіп төгіп беріп қоятын есі екен жаратқанның. Екеуі де сынақ. Жоққа шыдадым. Енді барға сынап көре ғой. Әттең, Алланың шапағаты шексіз. Екеуміз жәннатқа оралдық. Қарап отырсам, тозақ дәп мен ойлағандай соншалықты қорқынышты емес екен. Ең бастысы бақи дүниеде әділет бар. Мұнда әділетсіз ештеңе істелмейді. Арты азап, мөлшерсіз ықылас, ризық жоқ. Бәрі өз орнымен. Пештегілер тіршіліктегі ізгі амалдарының рахатын кешуде. Тозақтағылар күнәларына лайықты жазасын тартпақ. Қанішер зұлымдардың ауыз мұрнынан қан жүзіп, қан сорғалап тұрады екен. Тойымсыз обырларды тоңқайтып, бар тесіктерінен балқыған алтын асып қояды екен. Қылмысқа жазаның несі? Өкініш, қылша мойным талша деп айналып кетпейсің бе ондай әділеттен? Қиянат тек жер бетінде екен. Онда құдайсыз бай-батшалардың заңына барып сұратындықтан аппақ боп тұрып, қап-қара боп шыға келуің оп-оңай. Адал
адал еңбек емген қайыршы болады. Арамдық еккен алаяқ сұмның асығы алтысынан. Мен мұнда тозақтан да қорықпаймын, өйткені әділетсіз жаза жоқ екен білемін. Ширағымнан асып отқа қақтаса да ішімнен ештеңе шықпайды. Ішім таза, аузым мұрнымнан қанағатында ешкімнің қанын жүктеп обалына қалған емеспін деп сыңғырлап алтын теңге саулайтындай біреудің несібесін жеген жерім жоқ. Мен тозақтан қорықпаймын дедім масайрай күліп. Тозақты көріп тәубасына түсер деп ойлаған періште мынау нақұрыс не деп тұр дегендей бетіме аңтарыла қарады. Неге? Әділетке сенемін. 18 мың ғаламдағы тіршілік иесінің саны ешқашан бір қалыптан аспайды екен. Яки жанның мөлшері шектеулі. Мәселен адамнан бастап құрт-құмырсқа, микробқа дейін тіршілік иесінің жалпы саны пәленше мың мегатриллион десек те, ол шек еш уақытта өзгермек емес. Тек бір түрден екінші бір түрге ғана ауысып отырмақ. Бір жағынан бүгінгі өмірде адам болса, келесі өмірде өрмекші не жылан болуы әбден ықтимал. Баяғыда Сократтың мен бұғанға дейін өмірімде ит болғанмын деген оққанда тырқылдап күліп едім, алжыған құртым-ай деп. Шал бірдеңе біліп айтыпты. Шынында да жан шексіз көбейіп өсе берсе, құжынап пеш пен тозаққа сыймай кетер. Жан екінші бір тіршіліктің бойына барып қонақтайды. Сөйтіп 18 мың басқаша түрленіп, алма-кезек ауысумен шексіз жалғаса бермек. Күнәһарлар тозақта мәңгі бола ма деп сұрадым періштеден. Әрі қалай? Істеген қылмысының ауыр жеңілдігімен байланысты. Күнәсінен арылып тазарғандардың жаны басқа бір тіршілік иелерінің бойына көшеді. Ол да бәрібір тозақтың екінші түрі. Бәсе, Мао, Муссолини, Пол Поттар көрінбейді. Маоның жаны коронавирусқа айналып кетті. Қытайдың Ухан деген қаласына барып, адамзатқа сұрапыл апат таратып жатыр. Пол Пот пен Муссолинидің бір қара бүйі, екіншісі пиранияға айналды. Жаратушы зұлымдардың жаны тіршілік иесінің бәрін жек көріп, қарғыс жаудыратын залым зымиян қорқынышты құбыжықтарға айналдырып жібереді. Алла сақтасын. Сталин, Гитлер мен Ким Ир Сендер қандай құбыжықтарға айналар екен деп зәрем ұшты. Оларға лайықты құбыжық ойлап табу да әй қиямет шығарау. Ал жанаттағылардың жаны қайда барады? Жаны жайсаң ізгілікті жаңа ұрпақтың бойына қонақтайтын шығар. Бірақ өз басым осы уақытқа дейін пештен кетем дегендерді көрген емеспін. Мен кеткім келеді. Періште басын шайқап күйзеле күрсінді. Пештен қашқанды бірінші рет көріп тұрмын. Неден жеріндің? Барлықтан, бәрі бар, мен ештеңе жоқ. Пендеге жағу қиын деді Кариван кейістікпен. Алла саған өмірде жоқшылықтан азап шекті ғой деп пештен рахат сыйлап еді, енді оған да риза емессің. Алланың берген барлық құрметіне ризамын. Мен тек жерге қайтқым келеді дедім, интернатта жатып мен сағынатын қойшының баласындай егім еріксіз кемсеңдеп. Раббым сүйген құлының ізгі тілегінің кез келгенін орындайды дейді ғой, менің зар тілегім осы. Пәни дүниеде көретін бәрін көрдің емес пе? Жерінгеннен осындай қашып келген жоқсың ба? Адасыппын, азап болса да қызық екен. Несі қызық? Мен мұнда адам болдым. Нәпсіні құл болған пенделігімді аңсаймын да. Адамға тән амалдың несі ерсілік, рас шалыс басып жатқан жерім көп шығар. Бірақ біле тұра, қысас, қиянатқа барған емеспін. Жүрегімді былғағам жоқ. Егер сен жерге қайтып оралсаң не істер едің? Бұрын не істесем соны істеймін. Қайыршы болып жоқшылыққа шексең де өкінбейсің бе? Өкінбеймін. Жоқтыққа әбден етім үйренген. Бірдеңе жетіспей тұрмаса маған ештеңе қызық емес болып көрінеді. Сондықтан мұндағы баршылық пен рахатқа көндіге алар емеспін. Көңіліме пенделік пиғыл ұялағаннан бері жанаттан бойым суына бастағандай күй кештім. Бұрынғыдай пейіш бағының миуасы да таңдайымда олжып бал татымайтындай болды. Айналамдағы көз арбаған сұлулық жарқылынан айырылып көмескі тартқандай. Ештеңе қызықтырмайды. Жанай өткендер менің тұнжыраған түріме қарап күбір-күбір етеді таңырқай. Мынау пеш кедеріз емес, кергеген біреу ғой, не жетіспейді екен өзіне жүдә. Ол жынды емес пе, ақыл жетіспейді деп үркектей қарап жыластай берді. Құлазыған сәттерде абай атама барамын деп үйреншікті әдетіммен тағы келдің бе қарағым. Я көндіге алар емеспін. Адам 3 күннен кейін көргелі үйренеді деуші еді. Сен енді пешке үйрен алмадың де. Пештің уылжыған мияуасын тата-тата таңдай мойылды. Ашшы керек. Қашып келдің емес пе? Ашшы керек. Өмірдің дәмін сағынғансың ғой. Кеше ғана сол иттіріктен бас кешіп қашып келдің емес пе? Бұнда саған не жетпейді? Адамдық жетпейді. Адам болайын десе маған періште бол. Бұлай жүр, бұлай тұр дейді. Еркіндік жоқ. Адамдық деген не? Адамға тән нәрсені жасау.
өз-өзіңді жеңу, нәпсіңді тыю. Сен фәни дүниеде бойыңа сіңген нәпсіден арылмай жүрсің ау. Балки ол да бар шығар. Өзіңіз жұмаққа ризасыз ба? Алланың бұйыртқан нығметіне шүкіршілік. Жер бетінде қолым жетпеген бақытқа осында кенелдім. Өксіп өткен тоғжаныммен құлай ұштым. Мен амалсыз күрсіндім. Қазір және қасымда болса да, бәлки мен бұлай құлазымас едім. Сіз шын бақыттысыз ата. Махаббаттың нұры түспеген жүрек қай жерде да жетім ғой. Пеште тыйым салынған қандай жеміс бар екен білмейсіз бе? Соны жеп жанаттан қуып кетсем деймін. Абай атам кең-кең күлді. Пештегі тыйым салынған жалғыз тал меваны адам атаң мен Хауа анаң бөліп жеп қойған. Қап деді метілер есіме сыбырлап. Үмітім бір жолата кетілгендей басым салбырап кетті. Түңілме, Алла тағала сүйген құлының қандай қалау болса да орындайды. Тек шын жалбарына біл. Шын тілеуім осы. Тілеуің қабыл бола қалса жер бетіндегі пештен тәбәрік деп не апарасың? Әділеттің ұрпағын апарам, ұрығын апарам. Әділет азығы бірлікте, бірлік қазығы ризық. Мен саған бір тәмсіл айтайын. Баяғыда жер емшегін емген бір бейнетқор дихан болыпты. Жылда тылған егіннің дән түйе бергенде топ қарға жапырлай қонып жегенін шоқып, жемегенін ит расуа шашып, еңбегін еш қыла береді екен. Атқан оғы ұшқан құсқа тимейді. Қарақшы қойып үркітсе, одан түк шықпайды. Сарсаңға түскен дихан амалға көшеді. Алтын аулақ жиған терген дәннің аузына жырып, жанына өрістектеп жүрген торғайларға шашады. Бірінен бірі көріп дәндерін торғайлар көбейе береді. Қаптаған торғайға қашанғы жетсін бір күні дән таусылады. Енді қайттық. Дәннің неге аз деп шулайды торғайлар шиқылдап. Аз болатын себебі менің қарға деген дұшпаным бар. Солар сендердің ризықтарын жеп қояды, дейді дихан. Дән мол болсын, жазда құрт құмырсқа тірілгенше аш болмақ десеңдер, маған көмектесіңдер. Көмектесеміз, дейді торғайлар қаратын дүрлете қағып. Жас шығып дихан тағы да егін салады, әдеттегісінше. Торғайлар енді үйіріліп ұшып, егіндіктің төгірін торауылдайды, қарғаларды жуытпайды. Бір кісі күшті екен, біліп алған олар бұрынғыдай кішкентаймыз, әлжуазбыз деп қорықпайды. Көріне қалса біріне жыз жабылып, жүнін жұлып, көзін шоқып, өлтіріп тастайды. Тірі қалған жаны шырып, беті ауған жаққа безіп кетеді. Сөйтіп, озбыр қарғалар топтасқан торғайлардың жанына бара алмайды. Өздерінің 100 есе әлсіз болса да, қарасын көргендер зәрелер ұшады. Жыл сайын егіннің төкпей шашпай жинап алған дихан байыған үстіне байи түседі. Торғайлар тоқ болады. Міне көрдің бе? Аз жиналса көп, әлсіз жұмыста күш. Ақырында кішкентай бейнетқор мен еңбек патшалығына әділет орнады. Әділетті орнатқан не? Бірлік береке, бірлік тілегі ризық. Барлық ізгі молшылық баршылықтан бастау алады емес пе? Аш қарынға ақыл қонақтай ма? Абай атам қалтасынан алып, ортасы сызданған тырнақ шетіндей ғана бір түйіршік ұсынды. Мә, ал, бұл не? Ризық дәнегі. Таңертең намаз оқып тұрғанымда жай намазыма топ ете түсті. Қарасам төбемнен пеш құсы ұшып барады екен. Бәлки бұл әлгі бейнетқор диханның егіннің құрғаған торғайдың аузынан түскен дән шығар. Раббым насып етіп бара қалатындай күн туса осы ризық құрығын жер бетіне игерсін. Қара шал өсиетім осы дегендей жаймен төңкеріле бұрылып қия беткей тар соқпақпен тоғырына өрлей берді. Абай атам бірдеңе білген екен. Көп өтпей мені періштелер шорасына шақырды. Саябақтың ішінде фонтандар дыбыссыз бұрқырақтап шантыққан күлдей ұсақ тамшылардың қанатында айқыш-ұйқыш кемпір қосақ керіледі. Бұлақтан бұтаққа ұшып қонған алтын қанат құмыр құстар құйқылжытқан жырына төңірек үнсіз егіліп мүлгіп қалған. Мен қызыл жасыл түкті масатты кілемнің үстінде малдас құрған 7 періштенің алдына барып тізелей жүгіндім. Ой, ниетің түгелдей бе? Бізге мәлім деп шамасы бас періште болу керек. Ортадағы біреу астаяғын алдына көлденең тастап, пештен кетуге шын бекіндің бе? Шын тақсыр. Тақсыр деме, бұл жерде тақсыр жоқ, бәрі бірдей. Тек Алла ғана бәріміздің жалғыз еміз. Сонша безетіндей мұнда сені неңді жоғалттың? Өзімді жоғалттым. Қимайтын әнең бар еді, жоқшылық азаптан басқа не көрдің? Маған артық рахат керек емес. Рахаттан қашсаң тозаққа жіберейік. Аллах ғаділ, тозаққа жібермейді. Неге? Тозаққа өртейтіндей менің бойымда харамдық жоқ. Білмей істеген күнәмді Раббым өз кешірілген. Жерге қайтын келеді ғой. Иә, оның тозақтан несі артық? Артық рахат азаптан да қиын екен мен үшін. Мұндағы тәртіп өзіңе аян шығар.
18 мың ғаламдағы жан да пейіште орын да шектеулі. Белгілі мөлшерге жеткенде тірінің өліп, өлінің тіріліп үнемі алмасуына орай пейіштегі аруақтардың да бір бөлігі өмірге қайтарылып отырады. Бірінші кезекте бұрыннан тұрып келе жатқан байырғылар отырады. Олар тіршілік иесінің бір түрінен басқа түріне ауысады, яки жаңа туған тіршіліктің бойына барып қонады. Сен бір өмірде адам болсаң, екінші өмірде ит немесе кедей боласың. Бай, әділетсіз патша болсаң, сұр жылан болуың бек мүмкін. Бәрібір, Раббымның қалауы мен өзіңнің пиғыл ниетіңе байланысты. Әдетте өмірге қайта жіберілерде аруақтар пейіштен кетпейміз деп жылап еңіреп жалбарынушы еді. Періште болып жаратылғалы пейіштен қашқанды бірінші рет көріп тұрмыз. Жарайды, хақ иемізге тілегіңді жеткізейік. Кезексіз жібере ме жоқ па білмейміз. Жер бетінде кім боп оралғың келеді? Өзім боп. Өзіңе несі қызығасың? Қайыршы болдың, қиянат көрдің, азап шектің. Раббым шексіз жарылқаушы нығметі бол, бай болайын, зор мансап иесі болайын демейсің бе? Шын сұрасаң бәрін береді. Жоқ, маған өзімнен артық ешкім керек емес. Сол қалпымда болғым келеді. Періште басын шайқап, үнсіз барып отырды. Мейлі, өзің біл.